Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға сары май, дрож, тұз, қант және сүтке илейтін боламыз. Жақсылап біріктіріп, жұмсақ қамыр қылып илейміз. Керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Қамырды осылай илейміз. Одан кейін бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Көтерілгеннен кейін ыдысымыздан түсіріп, бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктер 68 граммнан болатын болса, ол орташа көлемде болады. Және барлығы бірдей болып, әдемі болып пісетін болады. Жасап болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Одан кейін кішкене 15 минут өткеннен кейін жазып бастаймыз. Осылай оқтаудың көмегімен осылай ұзынша қылып жайып аламыз. Одан кейін мен ортасына сгущенка қостым, варенка сгущенка. Өте аз мөлшерде қосқан дұрыс, өйткені ол духовкада пісетін кезде жаңа ағып кетуі мүмкін. Одан кейін видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен кесіп ораймыз. Барлығын противенге орналастырамыз. Одан кейін бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Одан кейін кішкене көтеріледі. Жұмыртқаның сарысын сүтпен араластырып жағуға болады, немесе айран жақса да болады. Менде жұмыртқа болмағандықтан айран жағып жатырмын. Және үстіне ең соңында қант себеміз аз мөлшерде. Одан кейін 180-200 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Міне мен булочкаларым пісіп шықты. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сондықтан рецептпен жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін.